Шет елде діни білім алғыңыз келе ме? Онда мынаны білгеніңіз абзал. Тәлім алмақ болып, өз бетімен шетелге кеткен азаматтардың теріс ағымдардың жетегінде кету қаупі бар. Халықаралық террористік және экстремистік топтарға кіріп кетуі де ықтимал. Тіпті өздері түсінбейтін соғысқа араласып, Сирия сияқты жат елде ажал құшып жатырғандар қаншама. Шетелдік теріс діни білім беретін оқу ордаларындағы азаматтарға жақындары да көмектесе алмайды. Сыну кто-то держит мне. Я сама мать знаю, держит кто-то там. Сіздерші мені балаларымызды алып келуге, сол үшін келіп отырмын. Бұл кісіге Алладан басқа ешкім де көмектесе алмайды. Шет мемлекеттерге өз бетімен барып, діни білім алып келген азаматтардың дипломдары жұмысқа жарай ма? Шетелде білім алуға тек қана Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасы жолдауы мүмкін. Діни білімді өз елімізде де алуға болады. Нұр Мүбәрак Ислам Мәдениет университеті. Мұнда әлемге танымал, сан ғасырлық тарихы бар Мысыр елінің астанасы Каир қаласындағы Әл-Асқар университетінің ғалымдары сабақ береді. Одан басқа сапалы діни білім беру ордасына айналған Оңтүстік Қазақстан облысындағы Сарыағаш медресесі, Астана қаласындағы Астана медресесі, Алматы қаласында орналасқан Әбу Ханифа медресесі және тағы басқалар бар. Өз болашағың өзіңнің қолыңда. Айналайын, адаспа.